Баланы 2 жасқа дейін емізудің қандай пайдасы бар? Ислам діні бойынша баланы 2 жасқа дейін емізу абзал екендігін білеміз. Бұл сонау 7-ші ғасырда түскен Құранмен айғақталған ақиқат. Мұсылмандар күні бүгінге дейін осы ұстанымнан алыстаған емес. Батыс медицинасы ғана бұл қағидамен келіспей келді. Әрі батыстың келіншектері фигурам бұзылады деп, омыраумен емізуден бас тартып, балаларын жасанды сүтпен асыраған. Тек соңғы жылдары осы тұрғыда көптеген жаңалықтар ашылып, олардың да көзі жеткендей болды. Ендеше нәрестені 2 жасқа дейін емізудің бізге белгілі бірер пайдасын тізіп көрейік. Тек Құранда ғана емес, Алла тарапынан түсірілген басқа кітаптарда да баланы ананы өзі емізгендігі дұрыс екені анық жазылған. Христиан дінінде Інжілдің 1-ші кітабында Ибрахим пайғамбардың әйелі Сара анамыздың қартайған жасында дүниеге сәби әкеліп, оны омырауымен өзі емізгені, кейін емшектен шығарғанда Ибрахимнің үлкен той жасағаны айтылады. Інжілдің келесі кітабында Перғауын сарайы тапқаннан кейін Мұса пайғамбарды мысырлық әйелге бермей, өз қауымының әйелі емізгені жазылған. Міне осы жазбаларға қарап, христиан дінін ұстанушылар да кезінде баланы анасының өзі емізуіне қатты мән берген. Олардың түсінігінше, отанға, елге, жерге деген махаббат балаға ана сүтімен дариды. Иудаизм дінінде Ислам дініндегідей иудаизм дінінде де баланы ана сүтімен кем дегенде 24 ай, көп дегенде 5 жасқа дейін тамақтануы керек. Бала емізіп жүрген ананың келесі жүктіліктен сақтанатыны айтылады. Ең қызығы, еврейлер жаңа туған нәрестені емізуді сол омыраумен бастағаны дұрыс деп есептейді. Сонда бала алғашқы тамағын ананың жүрегіне жақын жерден алады екен. Ислам дінінде біздің дінімізде баланы 2 жасқа дейін емізуге кеңес береді. Құрандағы Бақара сүресінің 233-ші аятында аналар балаларын толық емізгісі келсе, 2 жыл емізіп барып тоқтатсын делінген. Бала емізудің маңыздылығы сондай. Алла тағала Құранның 14 жерінде кездестіреді. Тіпті ол Құранда бір-ақ рет кездессе де, мән-маңыз беруге тұратын еді. Өйткені ол Раббымыздың өз сөзі ғой. 2 жасқа дейін емізудің балаға пайдасы. Нәресте дүниеге келе сала, емізіліп ана уызына әбден тойғаны дұрыс. Өйткені оның құрамында қант пен май аз, ал ақуыз көп болады. Ол жаңа туған сәбидің иммунитетін көтеріп, асқазанын ана сүтіне дайындайды. Ананың уызына тойған бала жұқпалы ауруларға аз ұшырайды. Баланы жастан асқаннан кейін де емізе беру ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты нығайтады. Психологтардың айтуынша жастан асқаннан кейін де емген бала тіл алғыш, зерек, сезімтал болып өседі екен. Ана сүті баланың жасына қарай өзгеріп отырады екен. Ол бала өскен сайын оның ағзасына керек дәрумендердің барлығын бере алады. Ананың сүтінің құрамында иммуноглобулин болғандықтан, ол сәбиді көптеген аурулардан сақтайды. Ұзақ емізілген балалар аллергиялық ауруларға аз ұшырайтыны ғылымда дәлелденіп отыр. Дәрігерлер 12 айдан ұзағырақ емізілген баланың тілі анық шығып, көзінің көруі, құлағының есту қабілеті де артатынын айтады. 2 жасқа дейін емізілген бала өзге қатарластарына қарағанда физикалық жағынан да күшті болады. Көптеген педиатрлар баланы 2 жасқа дейін, тіпті одан да артық емізуге кеңес береді. Себебі ананың сүті балаға туған кезде қандай пайдалы болса, өскенде де қажеттілігі тура сол кездегідей жоғары деңгейде болады. Әрі ғылым мен білім дамыған 21-ші ғасырдың өзінде ананың сүтінің құрамын толық анықтап айтып беретін формула әлі шыққан жоқ. Ең пайдалы деген бала тамағының өзі де ана сүтін жартылай да алмастыра алмайды. 2 жасқа дейін емізудің анаға пайдасы. Дүниенің есігін енді ашқан сәбиін уызымен тамақтандыру жаңа босанған ананың жатырынан қан кетуінің алдын алатынын бүгінгі медицина дәлелдеп отыр. Нәтижесінде жаңа туған нәрестені бұрынғыдай басқа палатаға алып кетпей, анасының кеудесіне бастырып, бірден емізуге рұқсат беретін болған. Ұрпақ жалғастыратын ағзаларының демалысы. Әйелдердің 3-тен 1-інде емізіп жүрген кезінде аналық жасушаның жетілуі, яғни овуляция баяулайды да, ол мезгілсіз жүкті болып қалудан сақтайды. Бұл үшін әсіресе түнгі уақытта көбірек емізген дұрыс. Баласын 2 жылға жуық емізген аналардың 54%-ында 6 ай ғана емізген аналарға қарағанда омырау ісігі аз кездеседі екен. Ұзағырақ емізген ана жатыр ісігінен де аман болатынына дәрігерлердің де көзі жетіп отыр. Жүктілік кезінде қосып алған салмақты емізе жүріп тастаудың мүмкіндігі мол. Өйткені сүт бездерінің жұмысына
күніне 400-600 килокалория кетеді екен. Балаларын емшектен ерте шығаратын аналарда сүт қатып қалып, олардың мамалыққа жиі жүгінетінін көреміз. Кейде оның соны қауіпті ауруларға да ұшыратып жатады. Ал жастан артық емізген аналарда мұндай қауіп сирек кездеседі. Бала ақырын омырауды күніне бір-ақ рет, кейде 2-3 күнде бір рет еміп, ананың омырауындағы сүт табиғи түрде тартыла бастайды. Әлемдік денсаулық сақтау бірлестігі баланы емізу ана денсаулығының да бірде-бір кепілі екенін айтады. Емізу барысында алғашқы 2 айда ана жадыры кішірейіп, жылыстаған өзге ағзалар өз орындарына орналаса бастайды екен. Тіпті 2 жасқа дейін емізген әйелдерде іш қалмай, мүсіні бұрынғы қалпына келетін көрінеді. Емізіп жүрген әйелдерде депрессия аз болады.